Апа бізден стол алған 5 метрлік. Стол кешігіп ренжіп келіп тұр. Апаға сыйлық береміз деп тұр. Кең алтын сандық дейді, ал. Апамыздың алтын сандық түсіп тұр екен. Не шығатынын білмейміз, бірақ сіз алтын сандық таңдасаңыз болады, или мен сізге 5000 теңге беремін қолыңызға. Не деп болса, бұйырған олар. Алтын сандығында ше. Жақсы, мен сізге онда 10.000 теңге беремін, или алтын сандық. Керек емес. 20.000 теңге беремін. Жоқ, ойланыңыз. Сау болыңыз. Или алтын сандық. Алтын сандық. 30.000 теңге. Жоқ. Міне. Жоқ, не деп болса, ашып көрейік. Бұйырған болар. 30.000 теңге. 30.000 теңге или алтын сандық. Жоқ, алтын сандығын ашып көріңізші. Бұның ішінен бар ғой, сыйлықтар шығуы да мүмкін. Или болмаса, дым шықпай қалса да мүмкін. Бірақ сыйлықтар 40.000 теңге қылды ба? Ойланып кетем ғой тағы да. Не шығар екен ішінен деп. Бірінші рет ашайын деп тұрсыз апасыз. Рахмет, сау болыңыз. Ашам. Алмайсыз ба? Жоқ. Сала берем ақшаны. Иә, сала беріңіз. Ал, бисмилля. Көріңіз ана қағазды. Мәссам, тағын ойнасады. Алтын сандық қалаған сыйлық дейді ғой. Ал, мына жерден Қалған сыйлығыңызды таңдап аласыз. Апа мінекей несін алды. Туристке саналды. Құтты болсын апа. Тілегіңізді айтып жіберіңіз ал. Айдар аға. Ал Айдар магазині сіздерге көп рахмет. 2 ай өткен еңбегіме сама беріп өтесіздер. Рахмет сіздерге, еңбектерің жемісін көріңдер. Аумин, сізге де рахмет.